Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ бауырсақ дайындайтын боламыз. Алдымен жылы суға жылы сүт, тұз, майонез, сұйық май және қантты қосып араластырамыз. Құрғақ ашытқыны қосып, тағы да араластырамыз. Одан кейін електен өткізілген, яғни ситадан өткізілген ұнымызды бөлік-бөлікпен қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырға сұйық май жағып, оның бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілген қамырды өзімізге ыңғайлы болу үшін бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Әрқайсысын осылай жеке-жеке жайып шығамыз. Осылай домалақ формалар шығарып аламыз және қамырымызды 20-30 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Отыз минуттан кейін қызып тұрған табада бауырсақтарымызды екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін, себебі бұл өте дәмді әрі жеңіл рецепттердің бірі. Сондықтан жасап көріп, комментарийда нәтижесімен бөліссеңіздер болады. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар және лайк басып комментарий жасап отырыңыздар.